Саламатсыздар ма, студенттер? Салам. Барлықтарыңызға даусымыз естіліп тұр ма? Иә. Бүгін бізде 6 сәуір күні, яғни математика пәнінен мемлекеттік емтихан басталады. Сағат 14:00-де, 2-де. Енді бұл емтихан бойынша сіздерге кеше кеңес кезінде таратылған болған. Сол билет бойынша қарасаңыздар, мына жерде сұрақ болады. Бірінші және екінші сұрақтар бұларға анықтамалық теориялар бойынша жауап бересіздер. Ал үшінші сұраққа бұған есепке кәдімгі шығарып, маған жолдауыңыз керек Платонс бойынша. Енді бұл билеттерді қазір сіздерге, яғни мына тізім бойынша берілді, яғни тақсандар мен жұпсандар арқылы. Мына жерде қарасаңыздар, бірінші мысалға тізім бойынша бірінші тақсандар кетеді, ары қарай жұпсандар арқылы бөлінген. Мұқият қараңыздар, әркім өзінің билетін дайындап жауап берулері керек. Қазір дайындалуға сіздерге уақыт беріледі. Осы уақыт аралығында сіздер дайындалып жауаптарыңызды берулеріңіз керек. Түсінді ғой барлығымызға? Қазір кім дайын? Жауаптарыңызды айта берсек болады. Мен дайынмын. Иә? Номер 3-ші билет. Бізде функцияның нүктедегі шектері. Бірінші функциясы қандай да бір маңайында анықталады. Және де функция нүктедегі шегінің екі өзара эквиваленті анықталады. Және де егер x-ке жинақталған xn n тиісті n-ге мүмкін мәндерінің кез келген тізбегі a санына жинақталады. A саны ол игіліктен fx функциясының шегі деп аталады. Бұл жағдайда lim x0 fx жүйеде шамасымен алған f-тер және де x0 болған кезде fx a деп жазылады. Және де lim x0 fx тең a функциясы шегінің геометриялық мағынасы x нүктесінде жеткілікті болып жазылады. Ал екінші сұрағы айқас түзулер. Айқас түзулер дегеніміз ол бір жазықта жатпайтын екі түзуді айтады, яғни екі түзу бір-бірімен айқас болып жатады. Үшінші сұрағына келетін болсақ, теңсіздіктер жүйесін шешуге берілген есептерді шығару. Оны мен Платонсқа салдым. Жақсы. Иә, дұрыс. Келесі кім дайын? Сұрақтарға. Мен дайынмын. Айта бар. Логарифмдік өрнектерді түрлендіру. А үлкен нөлден тең 1-ге және Б үлкен нөлден болатын кез келген қос нақты 0 және Б сандар үшін А тең Б-ға теңдігі орындалады. X нақты сан болып табылады және ол жалғыз болады. Екінші сұрақ, призма дегеніміз табандары параллель жазықтықта жататын тең көп бұрыштардан тұратын бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болатын кеңістіктегі дене болып табылады. Үшінші сұрақтың жауабын есепті Платонсқа жібердім. Жақсы. Келесі кім дайын сұраққа? Мен дайын. Айта бар. Номер 9-ші билет. Бірінші сұрақ. Тригонометриялық негізгі теңбе-теңдіктер. Бұл формула бір ғана аргументтің синусы мен косинусының байланысын көрсетеді.
X тең косинус альфа, Y тең синус альфа. Және тангенс тең YX болғандықтан тангенс тең синус альфа бөлінген косинус альфа болады. Тангенс тең синус альфа бөлінген косинус альфа, котангенс тең косинус альфа бөлінген синус альфа. Бір теңдігін альфаның кез келген мәнінде теңдігі косинус альфа тең 0, ал теңдігі синус альфа тең 0 болғанда орындалады. 2 мен 3 теңдіктерінің оң және сол бөліктерін өзара көбейтсек, тангенс көбейтілген котангенс тең 1,4. Бір теңдігінің 2 бөлігінде косинус альфа тең 0, косинус квадрат альфа тең 2 бөлгенде, бір қосылған синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады. Яғни бір қосылған тангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген косинус квадрат альфа 5-ке тең болады. Осыған ұқсас синус альфа тең 0 деп бір теңдігін 2 бөлгенде, синус квадрат альфаға бөлсек, бір қосылған косинус квадрат бөлінген синус квадрат альфаға тең болады. Яғни бір көбейтілген котангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген синус квадрат альфа 6-ға тең. Бірден 6 теңдіктері бір ғана аргументке байланысты негізгі тригонометриялық тепе-теңдік деп аталады. Аргументтері бірде тригонометриялық функцияларды біреуінің мәні берілсе, қалғандарының мәндерін бірден 6 функцияларын пайдаланып таба аламыз. Екінші сұрақ. Екі жақты бұрыш дегеніміз не? Екі жақты бұрыш бір түзу сызықты байланысатын, екі жарты жазықтық жасайтын кеңістік пішін, яғни фигура. Әлгі жарты жазықтықпен шектелген кеңістіктің бөлігі жарты жазықтық екі жақты бұрыштың жағы, ал ортақ түзу екі жақ бір бұрыштық қыры деп аталады. Екі жақты бұрыш қырының бір нүктесінен шығатын және де әр жақта жататын перпендикуляр араларындағы сызықты А бұрышпен өлшейді. Үшінші, тригонометриялық өрнектерді ықшамдауға берілген есептер. Бұл есепті мен Платонусқа жүктедім. Жақсы, жарайды. Жақсы, келесі кім дайын? Мен дайынмын. Менің билетім 4-ші билет. Бірінші сұрағы нақты көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. Екінші сұрағы түзу мен жазықтықтың параллельдігі. Үшінші есеп теңсіздікті шешуге берілген есептерді шығару. Бірінші сұрақтың жауабы: рационал көрсеткішті дәрежелердің қасиеттері иррационал көрсеткішті дәрежелер үшінде орындалады. Екінші сұрақтың жауабы: ортақ нүктесі жоқ түзу мен жазықтық параллель деп аталады. Үшінші, теңсіздікті шешуге берілген есепті мен Платонус бағдарламасына жүктеп қойдым. Жақсы. Жақсы, келесі сұраққа кім дайын? Мен дайын. Номер 18 билет. Бірінші сұраға тригонометриялық функцияның туындысы. Жақшаның ішінде синус x тең косинус x. Жақшаның ішінде косинус x жақша жабылған тең минус синус x. Тангенс x жақшаның ішінде тең косинус x туындысы 1. Котангенс x жақшаның ішінде тең минус синус квадрат x туындысы 1. Екіншісі вектордың координаты және оның ұзындығы. Бағытталған кесінді вектор деп аталады. Вектордың бағыты стрелкамен белгіленеді. Мұнда А нүктесі вектордың басы, Б нүктесі вектордың ұшы деп аталады. А Б немесе А деп белгіленеді. Егер вектордың басы оның ұшымен беттесе, мұндай вектор нөлдік векторды деп аталады. Нөлдік вектор нөл деп белгіленеді. Вектордың ұзындығы деп бағытталған АБ кесіндісінің ұзындығын, демек АБ векторын кескіндейтін АБ кесіндісінің ұзындығын айтады. Вектордың ұзындығы вектордың абсолютті шамасымен немесе модульмен белгіленеді. Үшінші сұрағы функцияның анықталу облысын табуға берілген есептерін шығаруды мен Платонус бағдарламасына жүктедім. Жақсы, студенттер, жауаптарыңыз қабылданды. Енді сіздердің бағаларыңызды, яғни Платонус бағдарламасынан есептеріңізді тексерілгеннен кейін, сол жақтан Платонус бағдарламасынан өздеріңіздің бағаларыңызды көре аласыздар.
Осымен бүгінгі біздің емтиханымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.